Сәлем достар. Әлемде барғың келетін көптеген қызықты және ерекше жерлердің бары барлығыңызға белгілі. Ал қауіпті орындарға қалай қарайсыз? Туристер үшін ең қауіпті жерлер туралы не деуге болады? Егер сіз әлемнің осы қауіпті бұрыштарының біріне барғыңыз келсе, олар туралы көбірек білгіңіз келетіні сөзсіз. Егер сіздің өміріңіз біркелкі қызықсыз болып жатса, сізге мына жермен жүруді ұсынар едім. Мұндай ерекше жер Американың Аризона штатында бар. Бұл жерге осы спорттың шеберлері өз өнерлерін көрсету үшін жиналады. Қарапайым адам бұл жермен жүргісі келмейтін шығар, алайда кей адамдар бар, осы жерден жүріп өздеріне қуаныш сыйлайды. Егер де байқамасаңыз, өзіңізді жарақаттап алуыңыз мүмкін. Осындай сұлулықтың барына сенесіз бе? Бұл ғажап баспалдақ Гавайядағы Уаху аралында орналасқан. Алғашында көп адамдарға жүруге рұқсат берілмеген. Алайда келуші туристердің саны көбейіп, шығамдеушілердің саны көбейген соң, бұл жер туристік орынға айналған. Кей адамдар осы жерге шығу үшін арнайы келеді. Бұл жерге келіп, айналаны тамашалап, суретке түсе аласыз. Жоғарыға шығу үшін 3922 баспалдақты ешқандай сақтық ременсіз шығуыңызға тура келеді. Эверест таудың ең биік шыңы. Таудың биіктігі теңіз деңгейінен 8848 метр. Ойлап қараңызшы, шыңға шығу үшін қандай күш қайрат қажеттігіне. Бірақ келуші туристерді бұл шыңға шығу үшін бірнеше ай қажет екендігі де қорқытпайтын секілді. Шыңға шығарда көптеген жағдайлар болады. Кейбіреулердің қар басып қалып жатса, кейде бірнеше адамның қателігінен барлық топ мүшесі зардап шегіп жатқан немесе өліп кетіп жатқан жағдайлар болады. Сондықтан барардан алдын жақсылап ойланғаныңыз жөн. Сіздер бұндай бейне түсірілімді көрмеген шығарсыздар деп ойлаймын. Жуырда интернетте жарда палаткасымен демалып жатқан туристердің бейне роликтері пайда бола бастады. Бейне түсірілімді көріп тұрғандарыңыздай, ерлер мен әйелдер жерде биіктікте тұрса да, қорқудың орнына күлімсіреп жүр. Келесі бейне түсірілімде қатырылған матрастың үстінде ешқандай қорғаныс арқандарсыз жатқан адамды көріп тұрсыздар. Егер де қателік кететін болса, оны құтқару мүмкін болмайды. Жанартау серфингі. Бұл адамдардың есі дұрыс емес секілді. Жоғарыдан төмен түсу үшін жанартаудың шыңына шығады. Бұл жанартаудың биіктігі 728 метр. Аз уақыт қуаныш үшін осындай қауіпті жерден түскен дұрыс емес деп ойлаймын. Төмен қарай сырғанап түсу үшін жіп тартылған тақтаға отырады. Қуанышқа орай, осы кезге дейін бірде-бір қайғылы оқиға орын алмаған. Тролльдің тілі деп аталып кеткен бұл жер әлемнің ең қауіпті және ең әдемі жерлерінің бірі саналады. Бұл жерге келіп суретке түсуші туристердің саны өте көп. Егер де сізде осы жерге келіп суретке түскіңіз келсе, бұл жер Норвегияда орналасқан. Тролльдің тілі деп аталып кеткен бұл орын өзеннен 700 метр биіктікте орналасқан. Егер де сіздің де бірнеше суретке түскіңіз келсе, байқағаныңыз жөн.